Талғамы жақсы адамдар бижутерияны тағады, ал қалғандары алтын тағуға мәжбүр. Боянбайтын әйел тым өргөкірек. Иіссу көрінбейтін, бірақ ұмытылмайтын үздік сәнді аксессуар. Ол әйелдің келгені туралы хабар беріп, ол кеткеннен кейін де оны еске түсіріп тұрады. Мінсіз белдемше тізені жауып тұру керек. Алғашқы әсер қалдыру үшін сізде екінші мүмкіндік болмайды. Кішкентай қара көйлекке бас иіңіздер. Баға жетпес әйел болу үшін үнемі өзгеріп тұру керек. Егер қандай да бір әйел сізді сұлулығымен таң қалдырса, бірақ сіз ол қандай киімде болғанын есіңізге түсіре алмасаңыз, онда ол әйел киінгені еш мінсіз болған. Әйелді тым қымбат киім секілді еш нәрсе қартайта алмайды. Тәуекелшілдік өмірді жандандыра түседі. Әйелдер әйелдер үшін киініп, өзара бәсекелес дейді. Ол рас. Бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбес те еді. Шанель сән емес, Шанель деген стиль. Әрбір қыз әрдайым нені және кімді қалайтынын біліп жүруі тиіс. Барлық әйел сұлу болып тумайды. Ол 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Мен бүкіл әлем әйелдері үшін киім тігіп шығардым, ал олар келіп жалаңаш жүруге тырысады. Мен адамдарды ақшаны ұстауларына қарап бағалаймын. Ақша мақсат емес, ол адамның қателескен, қателеспегенін білдіретін дәлел. Ер адамның өмірінде бір-ақ әйел болады, қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Сән салтанат қолайлы болу керек, әйтпесе ол сән салтанат емес. Сән өтеді, ал стиль қалады. Әдемілікке күтім жасаған кезде жүрек пен жаннан бастау керек, әйтпесе ешқандай косметика көмектеспейді. 20 жасыңызда сізге табиғат берген бет, 30 жаста сізде өмір салып берген бет әлпет, 50 жаста сізде өзіңізге лайық бет әлпет. Шалбар әйелді ерікті етеді. Қолдар қыздың визит карточкасы, мойын төл құжаты, кеуде шетелдік төл құжаты. Қартаю махаббаттан сақтамайды, бірақ махаббат қартаюдан сақтайды.